Өзбекстан Бұқара қаласында 16 ғасырда салынған бір майшаммен жылынатын монша бар. Мен арнайы осы моншаға шомылу үшін түнгі 12-де пойыздан түстім. Алдын ала қожайынымен келістім. Мені күтіп алып, сағат таңғы 2-де барып моншаны ашты. Ешқандай от жаққан жоқ. Іші жып-жылы болып дайын тұрды. Бірінші буға отырғызады. Одан кейін алып шығып, ыссы тастың үстіне жатқызады. Одан алып шығып, үстіңе имбирь мен бал қосылған қосындыны жағады. Сүйегіңнің буындарының барлығын босатады. Содан кейін тастың үстіне жатқызып жуындырады. Бұл моншадан кейін жаңа туған баладай боласың. Егер Бұқараға жолдарыңыз түсіп жатса, міндетті түрде барып кетіңіздер. Өте керемет тарихты көзіңізбен көріп қайтасыздар. Мамочки.